достар, анама қош келдіңіздер. Бүгін влог болады, тіркелуді ұмытпаймыз. Әрине айтқандай бүгін влог болады. Бүгінше мен не істейтінімді білмеймін, ішім пісіп отырғам. Ыстық шайымды ішіп, тамағымды жеп отырғам ғой сол. Қазір мен барып телефондап келемін. Ой, айым хабарласып жатыр екен ғой. Алло? Алло, қалайсың? Мен ғой айым. Бүгін демалыс екен. Екеуміз бірге қыдырайық, қалаға шығып керекті. Ой, жақсы болатын еді, мен де ішім пісіп отырған. Жақсы, кішкене жарты сағаттан кейін дайын тұр. Мен сенің үйіңе барам, екеуміз бірге кетеміз, жақсы ма? Иә. Ой, мұны қандай жақсы болды. Ішім пісіп отқанда. Жарайды, мынаны орындана қойып тастайық. Достар, мені үйімді көріп тұрған жастар, пустой ғой, пустой. Мен жаңадан көшіп келген соң әр заттарымды алмадым, тек ең керекті заттарымды ғана алдым. Так, мен қазіргі неге кетсем болады. Мынаны киіп барайын. Дала не дегенмен суық шығар, мүмкін. Қазір мен құрбыма айтып келейін. Қоңырау шалып жатырмын. Алло, не үшін хабарластың? Біз қалаға шығатынбыз. Қалада жаңадан мұз айдыны ашылыпты. Соған барайық. Иә, соған барсақ барайық. Мен қазір заттарын дайындап жатырмын. Қазір шығамын. Жарайды. Жақсы, мен онда мұз айдында келетін киімімді бөлек алып кетейін. Мына киімді салып алайын. Жақында алған киімім. Жақсы, алмен кеттім. Құрбым да келіп қалған шығар. Далада қар жауыпты ғой. Сәлем. Ой, сәлем. Сенге бөлек киіміңді алып келдің бе? Иә, мен жаңа осы киімді киіп көріп жатқам. Мына киімді киіп алайын. Жарайды. Ал енді жүр барайық. Мен қаяқта екенін білемін. Қазір есікті жауып жіберейін. Болды, жүр кеттік. Жүр. Мына жақта қар жауып тұр екен. Иә, осы жақта қар көп жауады дейді. Бірінші тамақтанып алайық жүр. Иә, менің қасымда сүт бар. Иә, бар екен. Айтпақшы, мен саған айтуды ұмытып кетіппін. Мен осында жұмыс жасаймын. Осы жақта тұрып заттарды сатамын. Шынымен бе? Тіпті жақсы болды ғой. Сенің бұндай жұмыс істейтінді білмеппін. Мен саған бұрыннан айтуды да ұмытып кеткен екенмін. Жарайды, қазір жейтін бірдеңе кием. Мына киімімді мына қойып алайын. Осындай кішігірім зат жеп алайық. Онда сырғанағанда жүрегіміз айнып кетеді. Жақсы, саған қосыламын. Міне, сен мұнан дәмінді, мен оның дәмін білемін. Мұнан бәрін өз қолыңа жасайсың ба? Әрине. Жүр, сырғанап келейік. Иә. Киімімізді киіп алайық. Болды, мен сырғанайтын. Жүр, ешкім жоқ шығар, жаңа ғана ашылған уақыты болды. Күшті сырғанайды екен. Иә, мен мына жақтың басқа түріне барып жүргенмін. Ешкім жоқ болғаны қандай жақсы болды. Екеуміз бірге сырғанайтын болды. Мен бұрын сен талатын күштеген.
Әрине. Мәссаған түн болып кетті, біз ойнап жүреміз дегенде. Жарайды, онда үйімізге барайық. Менің үйіме жүрсеңші, мен саған жаңадан алған үйімді көрсетейін. Сосын бірге тамақ ішейік те менің үйімде қонарсың. Жарайды, жүр кеттік. Не жетіп қалдық? Мен сенің үйіңе көшіп келгенін білмеппін. Я, жүр. Менің бөлмеме барайық. Сол жақта киіміңді ауыстырып ал, сосын кешкі тамақты іше жатармыз. Я, жүр. Не болды? Ал, тамақ демекші, сен тамақ жасай аласың ба? Жасамағанда ше, мен бір өзім тұрам емес пе? Бірдеме сұрап жіберейінші? Я, айта бер, мына шарлар не қып тұр? Мына шарлар айтқандай, мен жаңа жақында көшіп келдім. Соған байланысты жиендерім келіп құттықтағанда берген шарлар ғой. Құтты болсын. Онда жүр тамақ жейік. Мен тамақты пісіп болдым. Дәмді көрінеді ғой. Дәмді екен мына макароның. Иә. Тамақ жеп болдық. Сенің не әжетханаң қайда? Ол ана жақта. Жүр, мен саған көрсетейін. Жүр. Міне жөн болды. Мына үйің күшті сияқты ғой. Иә, жүр барып ұйықтайық. Иә. Ал айым қайырлы түн, саған да қайырлы түн.